Hello. Саламатсыздар ма балалар? Бүгін бізде ерекше сабақ болайын деп отыр. Неге? Өйткені бүгін біздің сабаққа кімдер келді? Қонақтар келіп отыр екен, иә? Жақсы, бүгін біздің сабағымызды сәлем сөздің анасы. Біз ең алдымен не істеуіміз керек? Сәлемдесуіміз керек, иә? Сондықтан бүгінгі сабағымызды мен осы Абу Насыр әл-Фараби атамыздың сөзімен бастағым келіп отыр. Адам мақсатына өзін өзі жетілдіру арқылы жетеді екен. Оны қалай түсінесіңдер? Қараңыз, адам өзінің мақсатына жету үшін өзін өзі үнемі жетілдіріп отыру керек екен. Яғни еңбек етіп, білім алып, өзінің білімін жетілдіріп отыру керек екен. Сонда ғана өзінің мақсатына жетеді екен. Түсінікті ме? Абу Насыр әл-Фараби кім? Кім? Ол ойшыл, ұстаз, иә. Ол ғалым, ол ботаник, ол тарихшы, иә. Ол математик, физик, музыканы және логиканы зерттеген кісі екен. Мінекей сондықтан мен осы кісіні бүгінгі сабақта осы кісінің қанатты сөзіне бастағым келеді. Жақсы. Ойымызды жинақтап, зейінімізді бір орынға шоғырландыру мақсатында біздің миымыздың екі жақ бөлігінің бүгінгі сабақта қажет, миымыз жұмыс істету үшін. Себебі бүгін біз логикалық есептер өтеміз. Сондықтан біздің миымыздың екі жақ бөлігі бірдей жұмыс істету үшін екі қолмен сурет салу әдісі арқылы барлығын сол сабақтан жолға шығайық. Не себеп мен сізге бүгін шу өзенін көрсеттім? Себебі бүгін біз өзенге саяхатқа шығады екенбіз. Бүгінгі біздің есептерімізде осы өзенге саяхатқа байланысты есептер болады екен. Қолымда бір шашыма қараймыз. Қағылшы. Бір шашыма қараймыз. Бірінші шашыма. Өзеннен темір ыдыстармен 4 литр су алу керек. Егер сенде без өзенді шелектен 3 литр қараймыз. Мінекей біздің өзеннің жағасында отырмыз. Елестетіңдер, мынау біздің өзеніміз. Өзенде нелер жүреді? Балықтар жүреді. Қараңыз, балықтар барлығы шомылып жүр екен, жүзіп жүр екен. 5 литрлік шелек бар. Мінекей сыйымдылығы дегеніміз мынау бізде 5 литрлік шелек бар. Және тек қана бізде 3 литрлік банка бар екен. Көрдіңіз ба? 3 литрлік банкамыз бар екен. Соған біз мына бос ыдысқа 4 литр су құйып алуымыз керек екен. Егер бұл өте оңай емес, қиын есеп болады сіздерге. Егер де бұны түсініп, сендер телестанда тапсырма болады ғой, соны орындап берсеңдер, міне мен сендерді былай марапаттаймын. Бірінші орындаған бала алтын медаль алады, екінші орындаған балаға күмістен осындай төсбелгі аламыз, және үшінші орындаған балаға мен қола медаль беремін. түсіндіңіз ба? 5 литр саламыз және 3 литр саламыз. Қазір біз осы шелектен пайдалана отырып 4 литр су құйып бос шелегімізге құямыз. Сонда мына жерімізде 2 болады, мынауымыз бізде 0 болып қалады. Осылай жазып отырмыз ба? Қалыспай жазып отырамыз. Ары қарай 0 болды, қай жер 0 болды, сол балалар, маған қараңызшы. Қазір біздің ата-аналарымыз не егіп отыр бақшада? Гүлдер, көшеттер, көкөністер егіп жатыр ма? Мына қараңдар, көшеттер егіп тастаған. Енді бұлардың барлығын бақшаға қарай көшеттер бұлар өсіп жатыр. Енді 7 литр су құйып алуымыз керек болып екен. Көмектесеміз ба? Ол стакан бәрін мына кестесін сіздерге таратып берейін. Оқулықтарында сендерде бұл екінші тапсырмада тұр. Кім әдейі оқышы екінші тапсырманы? Осы шу өзенінен суда алады. Оларға да бізге де су тапшы болып жатыр. Енді не істейміз? Көмектесеміз ба, келеміз? Су тапшылығын жоямыз ба? Суды молынан жеткіземіз ба бақшамызға, егістерімізге? Олай болса, қазір бізге тапсырмалар беріледі. Сол тапсырмалардың бәрін дұрыстап, мұқият орындайтын болса, су тапшылығы бізде болмайды екен. Ал енді су тапшылығы болған кезде балықтар не істейді? Өзенде нелер жүреді? Балықтар жүреді. Мына балықтар емін-еркін өзенде жүзіп жүреді. Енді су тапшылығы болса, балықтар не істей бастайды? Өле бастайды. Сондықтан әрбір тапсырманы дұрыс орындасаңдар, мен сендерді соны балықты сендерге беріп отырамын. Сөйтіп біз өзеннен балықтарды алып өзіміздің аквариумымызге жинап отырамыз. Сөйтіп су молынан келген кезде, тапсырмадан мұқият орындап кеткен кезде су мол келген кезде қайтадан аквариумнан не істейміз? Балықтарымызды өзенге, шу өзеніне жібереміз. Келісеміз ба? Қысқаша шартын жазасыңдар, өрнек құрастырып, мәнін табасыңдар. Егер осы екі дискрипторға сай тапсырма орындасаңдар, сендерге 2 балл беремін. Егер бір дискрипторды орындасаңдар 1 балл беремін. Түсіндің ме? Ал мен орындамаған балаға балл жоқ болады. Қайсы орындайсыз? Балалар балалар 4 есе артық. монетаның біреуі жалған. Ал қалғандарына қарағанда жеңіл. Бір тасты қолданбай, табақшалы қағаздың бір рет өлшеп, оны қалай табуға болады? Қазір дәптерімізге сызамыз. Қалай? Бізде бір 3 монета берілген, бұл 3 монетаның біреуі жалған дейді. Біз соны бір рет қана қағазға өлшеп барып табуымыз керек.
демек мына екеуі алтын екен. Түсінікті ма? Монеталарда бетасының көмегінсіз қалай жалған екендігін анықтауға болады екен. Түсінікті ма? Төрт қияр мен төрт қызанақ салынған таразы басы тең. Олардың суретін салып, қайсысы жеңіл қияр ма? Әлде Қызанаққа немесе қандай екен? Қызан дәптерге жазамыз, жаз дәптерге. Ескерікті, таразының суретін қызанақ саламыз. Екеуі тең деп айтады. Тамаша. Санжар бір дұрыс тапты. Айбек те дұрыс тапты. Айбек те тапты. Рас, бассыз, иә? Бассыз сызды. Сен қалай сыздың? Чемпионың сыздың. Чемпионың сыздың. Ой, сандар bunu, спектр қарай, сандар орналасу заңдылығын ашпайсыңдар. Тізбекті жабыстырасыңдар. Не байқап тұрсыңдар? Үш алты мен ой формасын боламын, сосын айтайын. Bu yerде заңдылықты сақтау. Ал bu yerде орталарында екі harf дейді. Екінші сандар екінші қатарды. 63, 54, 44, 45. Керемет сандар, керемет орында қойсаңыз. Аржанда тамаша. Екінші қатарға жетті ма? Осыған. Келе бақал. Сен бірінші қатарында түсіңіз. Ол комбинаторика. Яғни мына сандарды 1, 3, 6, 7 сандардан қанша 2 таңбасынан шығаруға болады. Ол үшін блок схеманы сызамыз. 2 таңба сандар санын анықтайсыңдар. Қандай барлықтан мәртебе 6, 1, 7. Ал анықтаймыз. Қанша 2 таңбасынан шығаруға болады. Мынау қанша болады? 17. Біріншісінде 2 таңбасынан шықты? 4. Ағайда, осылай болмағанымызды? Яғни 31, 33, 36, 37 болды. Ал балықтардың өзіне тигенде қайтарады. Өзенімізде су көбейді, мол болды. Не болды? Неше қайырыңыз? Бірінші 3 ұнаған, тезек өзенге ұнаған 3 есепті айтамыз. Қиындық туғызған 3 есепті айтасыңыз, және 3 тілек айтыңыз, кішкене арадан ашылады. Алтындай қалай айта отырайық. Ұнаған 3 есепті айтамыз. Маған есте сызу, Немесе есеп ұнады. есте Сызу ұнады. сосын есеп шығару ұнады. Қандай есепте қиындық туғызған? Маған кеп алу есеп. Осы есеп қиындық туғызды барымызда. Енді тілек айтамыз. Енді 3 тілек айтамыз. Отбасым аман болсын, ауылымыз көркейе берсін. Тағы да мектебіміз үлкейе берсін. Тамаша, жібереміз. Жеріміз тыныш болсын. Денсаулығымыз мықты болсын. Достарымыз. Достарымыз көбейе берсін. Жақсы жіберіп отыр. Алтын балықты өзенге жіберіп, тілектерге болмасын. Айзек айтамыз. Отбасым аман болсын, отбасым тыныш болсын, мектеп үлкен болсын. Жақсы. Арада, айзек айтамыз. Қай есеп қиын болса? Отбасымыз аман болсын, жеріміз үлкейе берсін. Ең бір тілек айтамыз. Ата-анамыз да аман болсын. Жақсы жіберіп. Алда еңбек ету арқылы біз бұл есептерді шығару үшін әлі өз мақсатымызға жетеміз. Еңбек болмаған білесіздер, мен оны күнделікті есепке қоямын, иә. Оған дейін сендер қазір аттарыңды маған жазыңдар, әркім өз атын жазыңдар. Сөйтіп маған беріңдер, содан аттарыңды жазамыз, дейсіз. Сондықтан әлемге мінекей 10 балл қоямын. Ақша керемет қатысып Санжарға да 10 балл қоямын, тамаша. Мен сәл кішкене алып отырғаным болса, Айзеге бүгін Айзеге кішкене зейін қойыңыз керек, сабаққа мыңдап тыңдай беруге сабақ. Аяжан екеуіне. Аяжан мен сол тақпалықта әкелгелі орында. Жақсы балдар, күнде бір программе